Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Бүгінгі тақырып түйе, түйенің пайдасы, шудасы жайлы болады. Түйенің шудасы өте пайдалы екен. Менің бала кезім болатын. Бірде менен кейінгі інім аяғын шығарып алды. Содан сынықшыға салдырған соң, көп уақыттан кейін аяғын ісік бастағанын байқадық. Үлкендер сары су жиналған түйенің шудасын тарту керек деген кеңес айтты. Содан анам түйе шудасын тауып, оны тұзды сумен қайнатып ем жасады. Бір қызығы, аз уақыттың ішінде ісігі қайтып інім жүріп кетті. Бұл менің көзбен көрген бір ғана мысалым. Жопыр көкеміз болатын. Жаңбыр қарға қарамай, сызды жерге жата қалып, жиі бұзылатын машинасын шұқылап жатушы еді. Кейін жасы 40-қа жетпей-ақ бүйрегі ауырып, радикулит деп қиналып жүретін. Ауылдың сыртында түйе бағатын кісі бар еді. Апамыз соған қолқа салып жүріп түйе жүнін алдыртты. Оны түтіп, ұршықпен иіріп, шұлық және белге орап алатын шаш сияқты, бірақ түймелі орамал тоқыды. Мынаны беліңе орап ал, түймесі бар міне, беліңді жылы ұстайды, бүйрегіңде, жамбасында, қуық, сүйегіңде суыққа алдырмайды. Ал мына шұлықты аяғынан тастама. Түйе жүні сырттан суық өткізбейді, іштегі суықты шығарады. Таза түбіт қой, бой жылуын бір қалыпты сақтайды. Бұл терлетпейді, деп апам шопыр көкеге беріп жатты. Апам өзі де күздің жаңбырлы суығы басталғанда түйе түбіт орамалын жамылып, тізесін жұқа етіп тоқылған түйе шудасын тоқылған шарфпен қымтап жүреді. Түйенің шудасы буын, құян, бүйрек ауруларын, радиация сәулелеріне қарсы қасиеті бар екенін ғалымдар да растайды екен. Қол аяғының буын сіңген түйе шудасы ертілген тұзға немесе сірке суына шылап, танып қойса, еш асқынусыз тез жазылады. Дәстүрлі ем шараларда бала көтермеген әйелдер түйенің бақайшақ майын алып, оған түбіт жүнін шылап, қуық тұсын сонымен сылап, сыртынан орап жүрсе, бала көтеруге ықпалын тигізеді деген наным сенімдер де бар. Ал мерзімінен бұрын шала туылған баланың түйе шудасынан жасалған көрпе төсекке жатқызудың орны бөлек. Шала туылған баланың жүйке жүйесін тыныштандырып, талшықтардың оянуына, тірек қимыл аппаратына, ауытқу болған науқас дұрыс қалпына келтіруге ықпал етеді екен. Мұның бәрі бала кезден көзбен көріп, көңілге түйіп жүрген жайлар. Балалықпен, қаншауын құлаққа ілмей, көңілден шығарып алғанымыз тағы бар. Енді білгенімізді кейінгілерге жеткізу бізден үлкендердің міндеті деп ойлаймын. Сіздермен бірге болған халық емі Мәдина. Халық емін зерттеп жүрмін. Бұл емді қолданбас бұрын дәрігермен кеңесіп алуларыңызды өтінемін. Лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Алла разы болсын.